Сәлем достар, бүгін жаңа әңгіме. Орыстың кемпірі жүннен тоқылған қалпақ пен жемпір сатып отыр екен. Қызығып кетіп, сенің қызыңа ала салдым деп апасы кішкентай қызыма тоқылған жемпір әкеліп беріпті. Кигізіп көрейін десем басы сияды да, жеңі тура келмейді. Апа, мынау сыймайды екен дедім. Ойбай, онда ана кемпір кетіп қалмай тұрғанда басқасына ауыстырып келейік, деді апамыз. Орыс кемпірді орнынан таптық. Сыймай қалды, басқасына ауыстырып беріңіз дедік. Иттеріңіздің денесі қандай еді деп сұрап жатыр ол. Итінес? деп шатынап кеттік. Әбәжептеуір қызымызды ит деп, қарашы мұны. Қағынған орыс. Алмаймын жемпіріңді. Қайтар ақшасын. Орыс ақшаны қайтарғысы келмей, мынау пәлен деген итке, мынау жаңа туылған күшікке, мынау төбет итке арнап тоқылған сиғанын алыңыз деп жатты. Мысалы, мынаны менің Моника деген күшігім киіп жүр. Орыс кемпірді түтіп жегелі тұрған апама қарадым. Әй апамай, кінә орыста емес, өзіңізде екен ғой. Мынау адамға емес, итке арналып тоқылған киім ғой деймін. Апам ұялғаннан ернін сылқ еткізді. Еріккен орыс. Осы орыстардың иті мен мысығы бізден бақытты. Жегені колбаса мен киткат, кигені мынадай қымбат жемпір. Кейде осы күйкі тірліктен шаршағанда адам емес, орыстың иті болып туыла салуым керек еді, деп ойлаймын. Қой, қайтайық. Күшігі де, жемпірі де құрсын. Өзім-ақ тоқып беремін. Шынымен-ақ осылай ғой. Орыстардың иті бақытты екен. Біздің иттер берген жуындыға мәз болып, үйшігі болса сонда болмаса, тілі салақтап көшеде қаңғырып жүре береді. Оның егесіне деген адалдығын тілмен айтып жеткізу қиын, деді апам, әлденеге налығандай. Сөйлегенде алдына жан салмайтын мен де апамның мына сөзіне ештеңе дей алмадым. Екеуміз де ішкі ойымызбен арпалысып үнсіз үйге қайттық.